Сәлем достар, үйдегі бар заттардан алмалы бәліш пісірейік. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқа мен қантты салып, көпіріп, қою масса болғанша миксерлейміз. Одан кейін айран, ұнымызды біртіндеп сала отырып, барлығын әдемілеп миксерлейміз. Сонымен біздің пирогтың массасы дайын. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. Бізде осындай масса болу қажет. Енді екі алманың қабығын ашып, осылай видеодағыдай майдалап тураймыз. Формамызға пергамент қағазын төсеп, шетін сары маймен майлап, массамыздың бір бөлігін құямыз. Одан кейін жаңағы тураған алмамызды салып, үстіне екінші бөлігін құямыз. Ал енді қалған екі алманы осылай ортасын алып, видеодағыдай тураймыз. Одан кейін гүл тәріздес етіп, осылай сәндеп шығамыз. Пирогымызды қызып тұрған пешке 180 градуста 60 минуттай пісіріп аламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын.